Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге Айзада, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін қолдан таза әрі пайдалы құрамымен Барни аюларының баламасын дайындаймын. Балаларыңызға қолдан келгенше құрамы таза пайдалы аспен тамақтандыруға кеңес беремін. Қол жетімді өнімдерден тұрады және көп уақытыңызды алмайды. Сондықтан каналыма тіркеліп, видеоны соңына дейін қарап, менімен бірге әзірлеңіздер. Ал пісіруге арналған аю пішінде силиконды кез келген кондитерге арналған тауарлар дүкенінде немесе маркетплейстерде таба аласыз. Шұңғыл ыдысқа 70 грамм гхи майын құямыз. Сіздер сары майды қолдансаңыздар да болады. 30-40 грамм қант алмастырғыш немесе кәдімгі қантты араластырамыз. Достар, қолдауларыңыз өте маңызды. Сондықтан каналға тіркеліп, лайк басып, келесі жаңа видеоларымды өткізіп алмас үшін қоңырауша белгісін басып кетіңіздер. 2 дана жұмыртқа саламыз. — 45 грамм өсімдік сүтін немесе кәдімгі сүт. 40-45 грамм күріш ұнын сіздер бидай ұнымен алмастырсаңыздар болады. Және 1 шай қасық қопсытқышты қосып, жақсылап біркелкі болғанша араластырамыз. Бөлек ыдысқа шамамен 2-3 ас қасық қамырды бөліп аламыз. Бөліп алынған аз ғана қамырымыздың үстінен 1 ас қасық, яғни 10 грамм какаоны қосамыз. Және 1 ас қасық сүтті қосып, біркелкі болғанша араластыруымыз қажет. Какао қосылған қамырды кондитерлік пакетпен немесе қасықпен аюдың мұрнын, аяқ қолдарына құйып шығамыз. Және пісіретін табамызға силикон формасын қойып, содан кейін үстінен қамырды құюға кеңес беремін. Қамырды әр аюдың үстінен құйып шығамыз. Егер ортасына шоколад салғыңыз келсе, қамырдың кішкене бөлігін қалдырыңыз. Орталарына шоколадты батырып қоюымыз қажет. Қалған қамырмен қасықпен үстінен құйып шығамыз. Міне, міндетті түрде табаның үстіне силиконды қойып, бірақ қамырды құйғандарыңыз дұрыс. 180 градуста қызып тұрған пеште 15 минут пісіріп аламыз. Міне біздің қолдан таза, дәмі тіл үйіретін, әртүрлі улы қоспасыз, пайдалы құрамымен Барни аюларымыз дайын болды. Міндетті түрде балаларыңызға жасап беруге кеңес беремін. Өйткені дүкеннің Барниінен 1000 есе артық. Бірақ балаларыңыз бір сәтте жеп қоятынына күмәнім жоқ. Астарыңыз дәмді болсын. Пайдалы болсам, каналыма тіркеліп, лайк басып, достарыңызбен бөлісе кетіңіз. Аман сау болыңыздар.